осыдан 2 жыл ма ұмытып қалдым. Ерлан Қарин ағамыздың парақшасын қарап отырамын, мен әрине көбіне қараймын ол кісіні. Сөйтіп қарап отырамын да, кімге, Қайрат Жолдыбайға өзінің 10 кітаптық эстафетасы болды бір. Топ па? Бір кісі бастаған, содан Ерлан Қарин ағамызға келеді. Жолдайды, 10 кітапты айтты. Сөйтіп 10 кітапты Қайрат Жолдыбайға ағамызға нетеді. Жолдайды, соның ішінде Парасат майданын айтады ғой. Парасат майданын оқиды. Мен Ерлан Қарин ағамыз кәдімгідей үлкен адам ғой енді. Сөйтем де мен Парасат майданын тауып аламын. И бір оқимын. Бір оқып бітіргенде қандай. Бірінші оқып атамда ішіндегі бір адамның ойына келіспеймін ғой. Бірінші ойға. Біріншісіне келсем, екінші адамның ойына қайттан келсем. Екі адам бір-біріне бірақ негізі қарсы болып жатыр. Бірақ қайтып оған екінші басқа аргумент айтқанда оған қайттан келсем ғой, бітіріп тастаймын да, ойланып отырамын ғой. Менің кітапты бітіргенше менде мынадай, мен тек осы күнделікті жазған автордың ойлау деңгейіне қатты қызықтым мен. Андай ғой, Парасат майданы. Бұл негізі Төлен Әбішевтің кітабы болғанмен емес, Төлен Әбішевтің кітаптары мықты ғой. Бұл кісі Алла ғұмырын ұзақ берсін, әлі бар кісі. Бірақ Парасат майданы, сол неге Парасат майданы деген сұрақ қойып мен. Неге ол осы атау? И содан басталды. Шыны керек, ана жерде оқып бітіргенде аты затына сай кітап. Негізі шамамен 2000 жылдар жазылған кітап. Бастап кітаптың ең біріншінде, бұл Төлен Әбішевтің кітабы ғой, ең бірінші бетінде мынандай бір сөз тұр да. Роберт Уиннің сөзі деп жазады. Сен жақсылықты тек қана жамандықтан жасайсың. Себебі оны басқа жасайтын өзге нәрсе жоқ дейді. Сен жақсылықты жамандықтан жасайсың. Одан басқа оны жасайтын нәрсе жоқ дейді. Сөйтетте Төлен Әбіш айтады, бұл күнделікті менің бір таныс дәрігерім берді дейді маған. Мен жазушы ғой, ол кісі Төлен Әбіш. Бұл болған оқиға. Маған таныс дәрігерім берді. Бұл жеке аурулар ауруханасында бір кісі жатқан, соның күнделігі екен да. Сөйтіп бұл күнделіктің иесін мен танитын болып шықтым дейді. Бұлай қатты танымағанмен кейбір жерлерде көрісіп білісіп қалатынымыз бар дейді. Енді жазушы болғасын, ол да сол шамадағы өнердің адамы не де болса, шығармашылықтың адамы да. Бірақ ол кісінің бір қызығы дейді, мен танитындығым. Кейбір үлкен бір сахнада, әр жерде көріп қалатынбыз. Бірақ ол кісінің бір қызығы көп адаммен сөйлесе бермейтін дейді, ол кісі үндемейтін кісі дейді. Тіпті үндемейтіндігі соншалықты, ол бір өзінің қасында 2 күн деп сен үндемей отырсаң дейді, ол да үндемей отыра бере алады дейді. Негізі байқасаңыз, күнделікті сондай бір ішінде көп сөйлемейтін, көп салмайтын адамдар жазады ғой. Күнделіктің бәрі. Күнделік мен бастап көрдім. Не үшін? Бірақ білмеймін мен не үшін. Қызық көріп шығар. Может, қызық көріп шығар. Оқып көрдіңіз бе күнделік біреудің? Жоқ. Бала кезімде мен біреудің күнделігін оқыдым. Негізі күнделік дейтін нәрсе, негізі оқуға болмайтын нәрсе ғой, баламын білмеймін, оқып қойдым. Күнделік адам өзі үшін жазылу. Негізі күнделік деген адамның ішіне басқа адаммен бөлісе алмайтын адамдарға арналған бір құрал ғой. Күнделік ол сол ішінде болып жатқан нәрсені шығару керек, қалай да сонымен шығарады. Жарайды, кітапта сөйтіп бастайды да, сөйтіп айтады, мына кісі сондай адам дейді. Бұл кісінің күнделігінің ішіндегі жазып отқан ойлары дейді, мені таңғалдырды дейді. Сөйтіп тек қана мен емес, бұны бүкіл халық көріп есту керек, осымен санасу керек, осыны бір парасаттылық деңгейде айтылатын күнделікте әңгіме дейді бұл. Бұл кісінің біреулер айтар дейді, маған бұл кісінің не күнделікті сен жарияларсың деп айтар, бірақ мен бұл кісінің жазып отқанда күнделікті жазылуында өзгелер бәлки оқып қалар деген жазумен жазылғаны көрініп тұр дейді. Оқып жатқанда көрінеді. Және бұл кісінің атын жариялауға әбестік болар деп ойладым дейді. Жарияламай қойыңыз дейді. Сөйтіп күнделік басталады. Күнделік 13 наурыздан басталады. 13 наурыз деп жазылады да, басталады. Сөйтіп айтады ол кісі, мен соңғы кезде адам баласының осыншалықты деңгейде сатқындығын көріп, қатты жүрегім құлазиды деп біраз өзінің өмірбаянын бастап жазады. Дейді, мен қазір соңғы кезде газет журналды оқудан қалдым дейді. Ашып қалсаң болды, неше түрлі сұрқия әрекеттер, өзінің туған анасын зорлаған не өлтірген, немесе өзінің балиғаға толмаған қызын зорлаған не өлтірген,
немесе өзінің туған баласымен үйленген, некесін қиған миллионер әйел, болмаса жаңағы әйелінің өлтіріп етін жеген маньяк жігіт, немесе жаңағы еркекпен еркек қосылған еркек, немесе әйелмен әйел қосылған, немесе жаңағы өлексені өлтіріп 5 ай бойы 6 ай бойы жыныстық қатынас жасап берген адам. Ананың бәрін оқыған кезде мен кәдімгідей лоқсиын дейді. Құдды бір бүлінген ет жеп қойған секілді жүрегім айниды дейді, қарағым келмейді дейді. Ашсаң болды, осы бір сұрқия, және осы ақпараттар адамдар арасында тез тарқалады дейді. Қызығушылығы осы деңгейде ма? Енді бір жазуларды оқып қаласаң дейді, жер бетіндегі неше түрлі бұдан бөлек апаттар бар дейді. Олар глобальный апаттар дейді. Яғни бір жердегі жасалып жатқан үлкен ядролық бомбалар, немесе бір жердегі жаңағы ғаламдық әлемнің жылып кетуі, немесе салқындап кетуі. Қарасаң, әлі болмаған, но болуы мүмкін болған апаттарды естіген кезде тағы да қиналамын дейді. Сондықтан мен қазір газет-журналды оқудан қалдым дейді. Сіз айттыңыз бұл 2000 жылдары жазылған дедіңіз? 2000 жылдары кітап жазған, бірақ ол онан бұрын болған оқиға ғой. Сөйтеді де бастайды. Бүгін 15 наурыз дейді. Бойымда бір жамандық пайда болды дейді. Ол жамандық бір күндерімді ұмытып қалатын болдым дейді. Күндерімді қарасам, 3 наурыз күнгі жазбам ба дейді. 4-ші, 5-ші, 6-ші күнгі жазба жоқ дейді. 7 наурыздық жазған бар дейді. Бұл әрекетті өзім бұрын естейтінмін дейді. Бұл ұмытып қалып жағдай деген нәрсе. Бірақ менде үрейлігі сол. Мен күнделікті негізі күнделік жазатын адаммын ғой дейді. бірақ мына жерде жоқ дейді ол. Сол аурумен басталды менде дейді. Сөйтеді де бұл шені бітіреді де 25 бүгін 25 наурыз дейді. Жазып жатыр 25 наурыз дейді. Бұл сол кезде бүй дейді. Мен бүгін бойымда бір үлкен оқиға болды дейді. Мен бір тумбының үстінен, өзімнің дәрі ішетін тумбының үстінен бүгін бір хат тауып алдым дейді. Хаттың әдемілеп төрт бүктелген хаттылығы және үстінде әдемілеп бір қол қойылған, және сол жазуында маған бір таныс бір белгі бар дейді да. Сөйтіп мен хатты алып оқыдым дейді. Сөйтіп оқып отырсам, хатта бүйтіп жазыпты дейді. Ей бейтаныс құрбым деп бастапты дейді. Кәдімгідей шошып кеттім дейді. Ренжіме, мен сенің күнделігіңді оқып қойдым деп айтты дейді. Жазып дейді. Мен сенің күнделігіңді оқып қойдым. Сен осы мынау қысқа ғұмырда ізгілік деген үлкен өмірдің мәнін іздеп жолға шыққан екенсің. Бұл үлкен соқпақты жол. Бірақ мен сенің күнделігіңді оқып отырып кейбір ойларыңа келсем, бірақ кейбір ойларыңа келіспеймін. Бірақ сол келіспеуіміздің ішінде де сен айтыпсың, жақсылық нәрсе тек жақсы болып қала береді, жамандық болып қала береді депсің. Олай емес менің түсінігімде. Сен бір адамға тек қана жақсы немесе жаман деген айдар таға алмайсың. Мәселен бір адам бар. Ол жауына жау адам, бірақ отбасына, бала шағасына, ата-анасына өте керемет адам. Оны жақсы көреді бәрі. Бірақ ол жауына жаман адам. Ол адам жаман болды ма, жақсы болды ма? Мәселен, жақсы дейтін нәрсе тек жақсы болып қала бермейді. Жаман нәрсе тек қана жаман болып қала бермейді. Мәселен, Қытай философиясы бар. Ян ин деген мәселе бар. Ян жақсы нәрсе, оның кейін инге айналу деген нәрсе бар. Мәселен, өзеннің суы бар дейді. Өзеннің суы бар. Ол адамдарға көктемде адамдарға егін егуге, күзде соны оруға, үлкен жеміс алуға, немесе ішіп жеуге, жер бетіндегі ең үлкен байлық болып саналады су дейді. Барлық адамға қамқорлығын тигізеді ол су дейді. Бірақ сол су жақсылығын тигізіп тұрып, көктемде ұлан-асыр тасыған кезде адамдардың дайындап қойған бүгін егіндерін, немесе жасап қойған өздерінің бөгеттерін бәрін жарып, бұзып, адамдарды қайран үлкен қырғын шығынға ұшыратады дейді. Ал осы басындағы жақсы болған өзен қазір жамандыққа айналды емес пе дейді. Яғни Қытай философиясында басында ян болып тұрған нәрсенің инге айналуы, немесе ин дейтін нәрсені янға айналу деген нәрсе бар. Сондықтан бір нәрсеге тек қана жақсы деп, немесе жаман деуге болмайды. Маған сен де хат жазып хабарласып тұрайық, сен маған да жазарсың, досым, деп хатты аяқтайды ғой. Мынау шошып кетеді. Қарайды да, мұны кім жазып жүрген маған? Бірден медбике есіне түседі. Мұны оқып жүрген медбике дейді. Сөйтіп жанына аңдайды. Бұл палатада жалғыз жатады, 10-ші палатада. Сөйтеді де аңдып бастайды. Қорқады. Менің күнделігімді біреу оқып жүр. Оқиды да осындай жазып кетеді. Сөйтіп ол соңында айтады, саған маған хат жаз,
тастап кетті ғой. Ойланады, біраз ойланады да, сосын айдам аңдиды. Медбикелер аңдиды, басқаны далаға шығып қарап көреді. Бір-екі жыртың қараған адамдарға бұл емес пе екен деген сияқты ой қалады. Күмәнданып жүреді. Сөйтіп жүреді де бір күні қайтадан жазады. Бүгін 25 наурыз дейді. Алса бір қиын нәрсе болған жоқ дейді. Бірақ өткендегі бейтаныс құрбымның жазғандары менің ойымнан кетер емес дейді. Жазып отқандарының бір жаман жері дейді. Оның ойына, кейбір ойларына ақиқат болмаса да келіскісі келіп қалатындығы адамның дейді. Осы жері қауіпті дейді. Бұл бір террорист секілді дейді. Сөйтеді де, мен бүгін аутотренинг дейтін нәрсеге бардым дейді. Қыз баласы мені медбике жатқызып аутотренинг жасады дейді. Ол жерде жаңағы бастарында бәрінде жатыңыздар, демалыңыздар, сіз осындай қалыңдасыз деп бізді сондай тренингке кіргізді дейді. Гипноз ба? Иә. Сөйтіп біз боянған кезде кәдімгідей бір керемет нәрсемен ояндым дейді. Ішке келіп дәрімді іштім. Бірақ әлі ойымда, санамда банағы бейтаныс досым дейді. Ол кім болды? Менің ойымша бір дәрігер секілді дейді. Сөйтіп уақыт өтеді, сөйтіп тұрады да, бүгін 31 наурыз дейді. Тағы бір сұмдық сұрқия әрекет болды дейді. Столдың үстінде тағы бір хат келді дейді. Ашып қарасам, тағы да жазыпты, ей бейтаныс досым. Ренжіме, тағы да хатыңды оқып қойдым. Сен хат күтіп едім сенен, бірақ маған хат жазбадың сен. Мына хаттың ішінде оқып отырып, сенің күнделігіңді оқып қойдым, сол күнделіктің ішінде мынандай ой тастапсың. Сен айтыпсың, жамандық тағы да менің айтарым бар саған. Сен айтасың, жамандық болып қала береді дейсің. Мәселен, ажал деген нәрсе бар. Ажал бұл адамның бәрі жек көреді. Білем, адамның өмірін қиятын нәрсе. Бірақ жер бетінде зұлымдық жасайтын адамдар бар. Мәселен, Гитлер сияқты, немесе Ферғауын сияқты адамдардың баршасына зұлымдық жасап келген адамдардан егер ажал болмаса кім құтқарады? Сен өмір бақи құл болып, өмір сүріп, солардың бүкіл зардабын шегетін едің ғой. Оларға өлім, ажал дейтін нәрсе келіп, оларды сені құтқарды емес па дейді. Яғни ажалға сен қалай жек көресің ажалды дейді. Сөйтеді де екінші айтады осы біріне. Мәселен, өтірік деген нәрсе бар дейді. Өтірік деген нәрсе, ол адамдарға егер де өтірікке жан бітетін болса дейді, сен өтірік жек көресің дейді. Бірақ сол өтірік дейтін нәрсеге жан бітетін болса, адамдардың үстінен, төбесінен қарап тұрып, ей адам баласы дереді дейді. Сендер менсіз сендер ешқашан өмір сүре алмайсыңдар. Сендердің араларындағы туыстық қарым-қатынасты ұстап тұрған мен. Сендердің басқа адамдармен жақсы болып, жақсы қарым-қатынасты ұстап тұрған мен. Сендерді байбаламға салып, араларында үлкен арақашықтық тастатқызбай тұрған мен болмасам, сендер қайтер едіңдер деп жек көретін болса, адам баласы не айтар еді дейді. Сөйтеді де мынандай нәрсе айтады тағы. Мәселен, сен дейді, жер бетінде тек қана жақсы нәрсе жақсы болып қала береді деп айтыпсың дейді. Мәселен, мынандай нәрсе бар дейді. Бір әйел адам дейді, бір текті ұрпақтан шыққан әйел адам күйеуінің көзіне шөп салып қойып, сөйтіп шөп салып жүріп, бір жазылмас дертке дауыпты дейді. Енді не шығар? Спид шығар. Дауыпты да содан қатты уайымдапты дейді. Менің күйеуім ертең мен жолығып қалған ауруға менің күйеуім жолығып қалады ғой деп қатты уайымдап, күйеуінен деген өзінің ынта жігермен менің күйеуім, таптаза күйеуім ертең менімен болып бір үлкен дертке дауығады деп өз-өзіне қол жұмсап өліпті дейді. Сол кезде соны естіген күйеуі неге өйтті екен деп қатты қайғырыпты. Себебі мен де таза емеспін ғой депті. Сонда қалай бұл жақсылық па, жақсылық жамандыққа айналды ма, қарасаңшы деп тастап кетеді. Сөйтеді де бейтаныс құрбым, тағы да сенен хат күтем. Егер хат жазатын болсаң, коридордағы тумбочканың астына қалдыр деп тастап кетеді ғой. Сөйтеді де мынау одан сайын басталып болады. Анан оқып шығады да біраз адамдарға жынданады, іздейді, таба алмайды. Сөйтеді де жайлап бақылайды. Сөйтіп тамаққа барған кезде, немесе далаға шыққан кезде қарайды да бір нәрсені байқадым дейді. Біз көп аңғармайды екенбіз дейді. Бұрын бір үндемейтін, мына бір момын жігіт екен деп ойлап жүрген адаммен танысып көрсем, ол деген сөйлей беретін біреу екен дейді. Қасына отырсам, таңертең кешке дейін ауыз жаба алмайды дейді ананы. Енді бір тағы да бір момын жігіт деп ойлап жүрген жігіт, ол мен Иса пайғамбардың өзімін, жер бетінде мені мына ауруханаға келіп тығып, мені бақылап отыр деп маған біраз әңгіме айтты дейді анау. Немесе тағы бір мықты керемет жігіт екен десем, ол үндемейтін бір момын болып шықты дейді.
Қарасаң, біз адамдар дұрыс тани алмайды екенбіз дейді. Бақылап, анықтап қарағанда барып, адамның кім екені көрінеді екен дейді. Сөйтіп, бейтаныс досын бәрі іздедім дейді. Бірақ таптырмады дейді. Сөйтіп, ойландым да, екісі күні хат жаздым дейді. Ей, бейтаныс досым. Келесі айдың екісі ғой деймін. Екісі, көкектің екісі дейді. Көкектің екісі күні хат жаздым дейді, бейтаныс досым. Сен біраз нәрселерді маған жазыпсың, бірақ мен көп нәрсеге келісе алмаймын. Сен айтасың, ізгілік тек қана жамандықтан, ізгілік болып қалмайды, ол жамандыққа айналады, немесе жамандық болып қала бермейді, ол ізгілікке айналады депсің. Мен оған толық келіспеймін. Немесе жаңағы сен айтыпсың, өлім деген нәрсе, ажал деген нәрсе тек қана жек көрген нәрсе емес, ажалды да жақсы көру керек депсің. Мен оған да келіспеймін. Сенің айтып отқан мана әйелің, оған да келіспеймін. Себебі сен айтасың, әйел жақсылықты жасады да, ана күйеуін осы нәрседе күйеуін құтқарды депсің. Бұл тек қана бірақ мысал. Менің керісінше әйелі жынысты панағы көзіне шөп салып, соған шыдай алмай, қаншама өз-өзіне қол жұмсап дүниеден өткен еркектерді білемін. Бұл жерде сен не айтасың? Сен өтірікті жан бітетін болса, адамдарға төбесінен қарайды депсің. Мен оған келіспеймін, себебі өтірікті адам өтірікті болғаннан айтпайды. Адам жақсылықтан айтпайды өтірікті. Адам қоғам соған солай итермелеп қояды. Сондықтан өтірік айтады ол. Айнала соған алып келеді. Егер де әділетті ел болатын болса, әділетті жер болатын болса, барлығы керемет жақсылықта болатын болса, ол не жыны бар өтірік айтып? Ол жақсылықта өтіріксіз де өмір сүре алады адам. Бірақ сол өтірік деген нәрсені адамға айтқызып тұрған сол қоғам емес па? Дейді. Сөйтіп те екеуі біразға дейін айтысады ғой. Ана жерде сосын анау айтады, ей, бейтаныс досым, жазады да, мынаған қатты салып кетеді. Бір 5 күні мәкен, қайтадан көкекте, қайтадан жазады. Бейтаныс досым, рахмет саған. Хат жазыпсың, мен сенен қатты күтіп едім. Жазыпсың, оқыдым. Бірақ мына нәрсеге келіспедім. Сен айтыпсың, мәселе мынандай нәрсе бар. Адам баласы тарихта неше түрлі мықты адамдар өткен. Олар адамдар түсінбеді. Өз кезегінде олардың айтқандарының барлығы не деген жаман нәрсе деп оларды отқа жақты. Галилео үлкен ғұламалардың барлығын өртеді, өлтірді, бәрін жойды. Бірақ кейін олар дүниеден өтіп кеткеннен кейін басқа бір ұрпақ келген кезде олардың сөздерін қайтадан оқытты. Олар керемет нәрсе айтқан екен. Өте керемет нәрсені халыққа айтқан екен, бірақ халық түсінбеген екен деп ақтап алды. Сондықтан адамның ашық ойын толық білдіру үшін адамға бостандық керек. Бостандық еркіндікті алып келеді. Ал еркіндік қиялдың ұшқырлығына алып барады. Сондықтан адам баласы еркіндік алып келеді. Еркіндік адамның қиялының ұшқырлығына апарады. Ал ол кезде адамда шынайылық шығады деп тастап кетеді. Сосын бұны оқиды да, бұл кері жауап жазады ғой. Сен айтып отырсың дейді, қара. Кім жазып жатыр енді? Анау жазды бірінші. Бейтаныс жазды. Бейтаныс па бұл хатты жазып тұр? Иә, бейтаныс жазып тұр бұған. Сен де айтыпсың дейді, анау мен мына нәрсе тұр. Адамдар, осындай бір тарихта адамдар өтті дейді, жақсы адамдар. Жақсы нәрсе жазды дейді, өтіріп тастады. Одан кейінгі ұрпақ шыққанда бұларды ақтап алды. Біраз адамдардың аттарын келтіреді де айтады. Ал кетіп қайттан қайырылады дейді. Тұра тұр дейді, мынау айтады. Сенің өлтіріп тастаған адамдар қабыл өлтірген жоқ оны дейді. Оны билік дейді, өздеріне халықты басқаруға кереғар пікірдің халыққа үгіт насихат жүргізетіндігінен қауіптенді де соларды әдейі өлтірді дейді. Халық соны біз өлтіріп жатырық деп санады дейді. Ал халықты солар жұмыс жасатқызды дейді. Сен айтасың олай ме? Сен айтасың бостандық керек дейсің, шынайылық керек дейсің. Бостан болатын болса, адамның бәрі бостан болатын болса. Онда дейтін, сен бостандық деп не нәрсені қалай түсінесің, соған байланысты дейді. Яғни сен бостандық деп адамның ой еркіндігіне салатын болсаң, адам онда бостандық деген негізі дейді. Мынау 7-ші ғасырларда, 1-ші ғасырда өмір сүрген гректің ғалымдары, ішіндегі 7-шісі бір кісіні айтады, П-дан келетін. Сол кісі айтты емес па дейді. Бостандық деген ар-ұяттың белгісі деп айтты емес па дейді. Яғни ар-ұят, бостандық деген ар-ұят бірінші жүреді, содан кейін бар бостандық. Сөйтіп айтты емес па дейді. Яғни сен дейді,
шынайылық деп не нәрсені санайсың? Егер де сен аузыңа келгенде оттай беру, немесе бұға ауыз сөз былапыт әңгімелерді айта беруің шынайылық деп санасаң, онда ол шынайылық емес дейді. Ол сенің нәпсі құмарлығың дейді. Сенің азғындығың дейді. Ал мәселен шынайылық, бостандық деген нәрсе өзгеге қиянат тигізбегенге дейін бостандық, өзгеге қиянат тигізіп бастаған жерден ол қиянат ары қарай қылмыс дейді. Міне. Қылмыс дейді. Себебі ол адам тыржалаңаш бір адам өтіп бара жатыр дейді. Бостандық боспын дейді ғой. Боспын дейді. Тыржалаңаш бір адам өтіп бара жатыр. Ол өзінше бостан, өзі біледі не істесе де. Бірақ өзгелерге ол басқа жаман ой салып кетеді. Демек, ол бостандық емес дейді тыржалаңаш жүру. Егер сен айтасың дейді, жақсы не адам деген жақсы нәрсе, не жаман, олай болатын болса, адам хайуаннан не айырмашылығы бар? Хайуаннан айырмашылығы адамның жақсы мен жаманды айырып білуінде емес пе дейді. Сондықтан да жер бетінде мен бостанмын деп өткен римдіктердің неше түрлі патшалары болған дейді. Олар деген сондай өз еркіндіктеріне шынайылыққа салынам деп, ақыр соңында өздерінің иттеріне үйленгендер болған дейді. Олар өздерінің балаларына үйленгендер болған дейді. Өздерінің банағы еркекпен еркек қосылғандар болған дейді. Олар бостан, мен өз еркім деп айтқан дейді олар. Оны қалай сен ақтап аласың дейді. Тіпті бір жылқыны Римде маслихаттың мүшесі қылып дайындап қойған дейді. Ол жылқыдан не қайыр дейді. Ол не істей алады дейді халыққа. Сөйтіп мүшесі қылып, сенатқа мүше қылып жылқыны тағайындап қойған дейді. Ол осы ой бостандығы деп ойлаған олар дейді. Адам баласы бостандық деп, шынайылық деп, нені қалай түсінеді, соған байланысты ол дейді. Сөйтеді де, бұл бана жауабын жазып жібереді. Анау да қалмайды, бірақ қайтадан жазады. Сосын екеуі біраз енді парасаттық деңгейде екеуі кәдімгідей жақсады. Бірақ екеуі бір-біріне деген әдеппен жүріп жатады. Өте. Сөйтеді де бір күні анау жазады. Анау айтады, кездесейікші дейді. Екеуміз кездесейікші, мен сені көргім келеді дейді. Сөйтеді де, анау, кімсің? Кімсің деп тұрған. Көргіміз келеді. Бұл енді еті үйренеді, манағы ойына. Сөйтеді де, бұл кімсің дейді. Анау жазады да айтады, осындай сенбі күні сағат 8-де екеуміз мына осы аурухананың подвалында кездесеміз дейді. Сөйтеді де сенбі күні жазады да қатты мана тақтайдың астына мынау қояды да жатады. Сенбі күні барады, ертесі күні. Сағат 8 болғанға жүрегі дүрсілдейді. Сөйтіп подвалға түседі, келеді, қарап күтіп тұрады. Сағат 8 болған кезде ешкім жоқ. Сағат 8 болған кезде қарап тұрады. Жан-жағына қарайды, ешкім жоқ. Бірақ бір елес болған сияқты болады, біреу келе жатқан сияқты болады, бірақ ол жай ғана қорыққанның көз көрінуі деп есептейді өзі. Тұрады, ашуланады. Деп айқайлайды анау. Біліп тұрмын, сен мені көріп тұрсың, мені қарап тұрсың сен. Сен әдейі осының бәрін істеп жүрсің. Сен мені артынан бақылап жүрген біреусің. Мен істің тауып аламын деп айқайлаған кезде сол жердің барлығы дыбысты естіген дәрігерлер төмен түсіп, ананы жұбатып, бір укол салып, ананы босатып әкеліп палатасына жатқызады. Сөйтіп жатып қалады бұл. Ертесі күні тұрады, тағы да адам жоқ. Сөйтіп өмір жалғасып жатады. Бірақ қарайды, анау жазбай қалады. Сөйтіп ойлайды, бұның үні өшті дейді. Енді жазбайтын болды маған деп. Сөйтіп біраз уақыт өткеннен кейін бұл ауырып қалып, бірақ ауырғанмен енді дәрігерлер емдейді, жаңағы қызу көтеріліп сөйтеді. Бірақ біраз уақыт өткеннен кейін ана хат келмегесін басылып деп ойлайды. Бір күні хат келеді ғой. Хат тағы да тауып алады. Бейтаныс досым, сен маған хат жазыпсың, мен кейінірек оқыдым. Оны кездесуге деп шақырсаң мен баратын едім. Мен оны кейін оқып қалдым. Мен ауырып қалдым. Мынау ойлайды, бұл да ауырып қалды, мен де ауырып, бұл да қызық, мен сияқты екен дейді. Сөйтеді де бұл тағы да анау қайтадан бастайды әңгімесін. Тағы бастайды бұл әңгімесінде Бодлердің сөзін келтіреді. Бодлер айтты емес пе ізгілік жайында. Тағы да осыған бір қарама-қарсы ой тастайды. Бұл ойланады да, сол Бодлерді бұл оқымаған екен. Сөйтіп Бодлердің ойын білгісі келеді ғой. Бодлер деген жазушы. Жазушы кезіндегі Бодлердің ойын білгісі келеді. Сөйтеді де бұл кітапханаға барады. Кітапхана, сол аурухананың кітапханасы бар екен. Сол барып
кітапханаға барып кітап сұрайды, Бойлердің кітабы бар ма дейді. Мгм. Соны айтады, Бойлердің кітабы бар, бірақ қазір қолда дейді. Қолда, иә, біреуде. Ох дейді, мынау тауып аламын. Ол оқып жүр демек. Сөйтіп ойланады да, қай палатада екен дейді. Қазір қарап берейін, негізі тапсырылатын уақыт болып қалды дейді. Сосын айтады да, қарайды, 13 палатада екен дейді. Мынау шошып кетеді. 13 палата менің палатам ғой. Бұл әдейі бұл кітапты алып, менің палатама әдейі жасырып кетті, тастап кетті. Демек, бұл сондай құйтырқы жасап жатыр дейді. Сөйтеді де бұл бас айналады ғой. Содан сол жерден қатты күйзеліске ұшырайды. Бір жүгіріп барып дәрігерге жабысады. Оның алдында да қатты болған кезде дәрігерге айтады. Манағыдай қатты оқиды да, сол жерден құтырған кезде медбике жабысады. Медбике айтады, мына қатты әдейі сен деп оған да жабысады. Соны айтады, сіз қашан тауып алдыңыз бұл қатты дейді. Мен қазір оқып тұрмын ғой дейді. Медбике түсінбейді, қазір оқыдыңыз ба қатты дейді. Иә, қазір оқыдым дейді. Сол жерден бір келіспеушілік болады. Содан ішке келеді де, бұл кәдімгідей күйзеліске ұшырайды. Сөйтіп қиналып отырған кезде ақыры соңында үлкен дәрігерге жолығуды ойлайды. Сөйтіп медбикелер үлкен дәрігерге алып барады. Дәрігермен отырғызады. Үлкен дәрігерге келіп бәрін айтады. Соңғы кезде осы бойымда осындай нәрсе пайда болды. Бір менің күнделігімді бір бейтаныс құрбым оқып жүр. Маған хат жазады, менімен сөйлеседі. Білмеймін, ойлары деген сұмдық. Ол жерден енді екеуінің арасындағы анау толық оқысаңыз, анау былайша айтқанда бірінші мынаған келісіп отқан секілді боласыз, келісіп болған мынаған келіп те келісіп отқан сияқты боласыз. Альтернативный жауап сол кезде айтады ғой, сол кезде айтады аның ішінде. Жалғандық дейді. Ең жаман нәрсе дейді әлемдегі. Толық жалғанды емес, шындық араласқан жалғандық. Себебі оны айыру өте қиын дейді. Өзінің ойын айтып кетеді. Сөйтеді де бана дәрігермен сөйлеседі, дәрігерге толық айтып береді. Мен осындай нәрседе жүрмін. Дәрігер бәрін тыңдап болады да айтады ғой. Анау айтып береді ғой жаңағы. Мен 3 күні есімде жазғанмын, күнделік, бірақ 4, 5, 6 күні есімде жоқ. 7 күні қайтадан есімде жазғанмын, 8 күні есімде, 9 күні есімде, 11 күні тағы есімде жоқ. 12 күні жоқпын, 13 күні қайтадан есімдемін. 14, 15 есімдемін, 16 есімдемін, 17 есімдемін, 18 тағы жоқ. 25 қайтадан есімдемін. Мен осындай сол уақытта бір бейтаныс досым келіп мен күнделігімді оқып кетеді дейді. Сөйтіп бәрін тыңдап болғаннан кейін бір адамның бойында 2 адамның өмір сүруі жайында лекция оқиды оған. Сөйтіп оқып отырып айтады, сіздің бейтаныс досыңыз өзіңіз дейді. Хат жазып жүрген өзіңізге өзіңіз жазып жүрсіз дейді. Бұны досыңыз әлде қашан білген дейді. Мынау сол жерден шошып кетеді. Түсінеді. Сонда ойлайды. Ол барлығын түсіндіреді, айтады. Сізді ол ертерек түсінді де осыны бастады дейді. Хат жазуды. Сіз өзіңізге өзіңіз ғана жазып жүрсіз дейді. Ол да 13 палатада жатыр дейді. Сол жерден бұл шығады. Шығады да қатты өз-өзіне күйзеледі. Сол кезде айтады, жер бетіндегі ең қорқатын нәрсе бұл жалғыздық екен дейді. Себебі жер бетіндегі нәрсенің қорқыныштысы жалғыздық. Мен өз-өзімнен қорықтым дейді. Сөйтіп ваннаға барады, манағы душқа барады да ыссы жерін ағытады, нені лезвие алады, күре тамырымды сол жерден кешіп жіберемін деп ойлайды. Сөйтеді де соған бекінеді. Ыссы су қатты жүріп тұрғанда күре тамырымды кешіп жіберемін, сол кезде мен ешкім білместей кете беремін. Сол кезде менің ойым, жаңағы ішімдегі екінші ойды, екінші адамды өлтіру дейді. Оны да өзімен бірге алып кету дейді. Сөйтіп, осы кітапты аяқтайды. Бірақ кітаптың ең соңын Мұқағали Мақатаевтың өлеңімен аяқтайды. Сөйтеді, бірақ кітапты күнделікті аяқтайды. Сол кезде кім Төленәдік сонда айтады. Бұл күнделікті мен тауып алдым дейді, бағана келіп берді. Бұл күнделіктің кейбір жерлерін жарияламадым дейді мен басын. Тек қана осы жерін ғана шығардым. Бұл күнделіктің иесі егер дүниеде бар болған баса дейді, қазір оған Алла ұзақ ғұмыр берсін дейді. Ал егер дүниеден өтіп кеткен болса, онда иман салауат етсе дұға етеді, бітіреді. Мен осы кітапты оқып болған кезде шыны керек қатты ойландым ғой. Бұл бәріміздің ішімізде бар ғой негізі. Былай ауырып кетпесек те, бірақ бәрі адамның ішінде. Яғни біз өз-өзіміз бір нәрсені жасаймыз да ақтап аламыз ғой өз-өзімізді.
біз бір нәрсені жасай түсеміз де кейін өкініп қаламыз да негізі оныкі де дұрыс емес қой деп біз ақтала саламыз. Ол ақтап тұрған негізі екінші ойымыз. Өзіміз солаймыз. Кез келген нәрсені біз өзімізді бір осындай бір тайталасқа түскен кезде анау ізгілік жеңісім емес, өзіміздің сөзімізді ақтап алу үшін шындық жақсы көреміз. Бір шындық айтқан секілді боламыз. Бірақ ар жағындағы өзіміздің ойымыз өзімізді ақтап алу. Бұл былайша айтқанда сенің әрдайым ойыңа келіп тұратын бір жамандықтар ғой. Бана кімнің айтқан сөзі бар ғой ең басындағы Роберт Уэннің. Ол кісі бана жалғыздықты, жамандықты тек қана, жақсылықты тек қана жамандықтан жасайсың деді. Ол жердегі айтып тұрған нәрсесі де сол. Жамандықтан жасаймыз. Жамандық жасалу керек пе? Жасамайсың сен. Яғни екеуі қатар өмір сүреді. Ешқашан кетпейді. Екеуі бірге өмір сүріп жатады. Мәселен, анау бір ақсақалдан сұрады дейді ғой. Ақсақал немересіне айтты дейді, балам, адам баласының ішінде бір жаман, бір жақсы қасқыр өмір сүреді, екеуі өмір бақи төбелесумен болады деп. Сонда бала сұрайды дейді, әке, ата сонда қайсы жеңеді деп. Сен қайсысын тамақтандырасың, сол жеңеді деп айтты. Адамның еркінде. Яғни сен қайсысына көңіл бөлесің, қайсысын жасайсың. Анау Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам, оған егілем сәлем болсын. Ол кісінің де айтады ғой, адамдар айтады ғой, біздің ойларымызға, Расулалла біздің ойларымызға сақалдар. Неше түрлі кесапат ойлар келеді. Оны ойды сыртқа айтудан қатты қорқамыз. Айтып қойған ол ойдан қатты қорқамыз. Неше түрлі жаман ойлар дейді ғой, сонда айтады. Соны айтпай іштерінде сақтау, оны имандылық дейді. Яғни әрдайым жақсылық пен жамандықтың ортасында өмір сүресің. Мына өмір деген нәрсесі сол, жақсылық пен жамандықтың күресі. Әрдайым солай бола береді. Ал ана екінші нәрсесі, ол тырысты ғой жаңағыдай. Жамандықты бұл өмірде тек жамандық пен жақсылықтың күресі емес. Өмір жамандық пен жақсылық, яғни ізгілік пен ізгіліктің де, жамандық пен жамандықтың да күресі деп айтты. Сондай нәрсе, сондықтан андай ғой бір кино қарап отырғанда да не істеп отырғанда кім жеңеді екен деп қарап отырады ғой. Андай кімдік біреуіне бір жанкүйер болып отырсың. Мына да келісесің ғой. Екеуімен де келісесің. Екеуімен де келісесің. Аның да аргументтері бар. Айта алады, ол да айтып отыр. Себебі сен де сол аргументтерді білгендері пайдаланғансың. Иә. Өйткені ішіндегі нәрсе, ол ана кісінің ішіндегі нәрсе. Сонда мына шатты адамға сырттан жау қажет жоқ та. Иә. Сырттан жау қажет. Негізі адам өз-өзімен күрессе, сол соңына дейін арпалысып өтеді ғой. Оның алдында да біздің өзіңнен, өз ойыңнан жау жоқ. Өз ойыңнан мықты дос жоқ деген бір түйін бар да, тыңдап отырғанда. Біраз нәрсе айтуға болады. Мысалы, жаңа айтты ғой ана жерде. Бізде шынайылық дейтін нәрсені айтады ғой, қоғамда. Адамдар подкаст немесе бір нәрсе жасайды да, емін-еркін боғауыз айта береді. Сосын айтсаң, боғауыз айтпай, шынайылық дейді. Немесе бағағыдай нәрсе. Жаңағыдай айтқандай. Шынайылық деген нәрсе, сен ойыңа келген нәрсе жасай беру емес. Сен шынайылықты қалай түсінесің, соған байланысты. Өзгеге тиетін зияндығы болатын болса, сол жерден бастап ол қиянат, арғай қылмыс. Қылмыс ар жағы, да? Иә. Ойыңда жасай беру. Мына нәрсені де тоже қосып кетіп отырмыз. Мен бір белгілі бір жасқа келгеннен кейін мен түсіндім, мен ішіндегі ер бала емес екен дейді ғой. Құдай сақтасын. Иә, бар ғой қоғамда мысалға сол нәрсе. Және оған енді қаншама не көреміз ғой енді қоғамда болады. Ол менің таңдауым, еркіндігім, ішкі бостандығым дейді ғой. Осы бір нәрсенің банағы бостандық деген нәрсені қалай ашпайды да? Бостандық келіп зиян қоғамға тигізгенде. Мысалы, мына жерде мына нәрсені қосуға болады да. Эпиктет деген кісінің кітабы бар. Ол кісінің кітабын Бақытжан Бұхарбайдың жақында мен алғам, оқығам. Қатты ұнады шынымен. Анау Эпиктет деген негізі 128 жылы өмір сүрген кісі. 128 жыл бұл құл кісі. Сол кісі өзінің қойын дәптеріне кітап жазып жүреді бана. Қойын дәптеріне өзінің күнделікті өзі түсінетін деңгейде жазып жүреді ол да. Бүкіл
былай істеме деп жазып жүреді ғой енді. Сонда айтады ол. Мына парасат майданында Сократтың сөзін келтіреді ғой. Сократ айтады, патшалар дейді, олар құл дейді. Олар өздерінің нәпсілерінің құры, өздерінің ойларының құлы дейді. Ал мен өзінің ойларының басқарушысымын дейді. Сократ өзінің құл кезінде айтқан сөзі дейді. Мында да солай. Анау айтады, құл деген кім десе, құл деген өзінің еркіндік жоқ адам ғой. Иә. Қоғамда анаған біз анау сыртқы құлды көреміз де, сыртқы формасын көреміз. Біз мысалы қарапайым, қазір біз құлдық сана деген нәрсені көп айтамыз ғой, қазір құлдық сана. Мәселен, құлдық сана дегенді ұзақ етіп айтуға болады, бірақ қысқа түсіндірсек, мысалы қарапайым жауапкершілікті алғаннан кейін барып құтыласың ғой. Мәселен, еркін адам ол өзгеге зиян тигізбейді. Ол көп нәрсені ойлай алады. Мәселен, сыртқа қоқысты айтпаса да тастамайды ол. Адам сыртқы келбетінде бай болуы мүмкін. Бостан емес сияқты болуы мүмкін. Бірақ ол нәпсісінің құлы болуы мүмкін. Сыртты тек қана оның өресі, ауласы, немесе өзінің жүрген территориясын ғана таза ұстаса болды оған. Ол көлікпен келе жатып та түкіре салады, немесе анау-мынауны жасай салады, кез келген нәрсені істей салады. Мысалы өткенде мен бір немде айтқам, анау кезінде мынау біздің ата-бабаларымызды 15-ші жылы Еділ мен Жайықтан Берғай шыққанда, сол кезде Қазтуған жыраудың айтқаны бар ғой, Еділден айырылып Берғай шығып жатқан кездегі. Енді ойлап қараңыз, ол сананың биіктігі, тазалығы. Ол айтылып тұрды сол кезде. Анау салп-салпыншақ, анау сенен бүкіл жерінен айырылдың, сен кетіп бара жатсың, сені қуып жіберді ол жерден. Ұшырайыз, салп-салпыншақ, анау жерден салып алу ордан қонған жер, жатып қалған тайлаға жардай атан болған жер, жабағыл тоқсы қой болып қора толған жер, ашарғым тойған жер, анау кәдімгідей шұрайлы көрсетеді ғой сол жерде. Айтып келеді де айтады. Қайранда мен деген, сен салмадың, мен салдым. Қайранда мен едім, сен салмадың, мен салдым. Қайырлы болсын сендерге, менен қалған еділ жұрт дейді. Яғни қаншалық қиын шауып кетіп бара жатса да, жерге кінәсі жоқ деп тұр да. Ол жерді мақтап бар, жер сендерге қайырлы болсын дұға тілеп бара жатыр. Бұл сананың биіктігі. Енді Құдай сақтап басымызға бермесін. Жалпылама сол бір биіктік қой. Ана Сократтың мына жердегі екеуінде де келтіреді. Сосын одан кейін тағы бір айтатын нәрсесі, бізде сол бір шынайылық дейді де, барлық нәрсені көрсете беруді ойлайды. Шынайылық ол емес, шынайылық ол бір адамға зиян тигізе ме? Демек ол шынайылық емес. Ол жай ғана сенің нәпсі құмарлығың, кетіп бара жатсың. Әлбетте. Одан кейін тағы бір нәрсесінде өтірікті айтады жаңа. Өтірік деген нәрсе. Өтірік банағы мен адам кейіпте келетін болса дейді. Өтірік келетін болса дейді. Сонда Қадыр Мырзалиев айтады ғой, әдегенде мәдес өре тұрып, бет ауызды соққыға бере тұрып, құладым деп оқыста атанаға қорыққанын айтамыз бір өтірік дейді. Қарағайлы паңдыры төре түрі, қартайып қалған көре тұрып, жеңгелерге әлі де жап-жассың деп сыйлағанын айтамыз бір өтірік дейді. Сосын тілеуіңді туысқа бере тұрып, төсегінде өлерін көре тұрып, жазылып-ақ кетесің деп ауруға аяғанын айтамыз бір өтірік дейді. Жалған әдеп әрине жоғалмақшы, заман оңалмақшы, айналайын зиянсыз өтірік-ай. Сонда біздің күйіміз не болмақшы дейді. Мынау қарасаң, осындай бір өтіріктер бар да. Аяп айтатын кезің, қорыққаннан айтатын кезің. Бір қызық, осындай бір адам ойласаң. Ол енді сана биіктігінде айыра алуғы, қай жерде өтірік пайда береді. Жалпы негізі сол бір адамның өмірі соған алып кетеді ғой, алып кете береді. Бір ақтап алғысы келеді ғой адамдар, өзінің өтірік айтқанын. Не істей аламын деген сияқты. Мен не істей аламын. Амал жоқ, өтірік тура кетті деп айтады ғой енді. Бір адам бізде азғында жасаса, жаңа зина жасаған әйелді жасады, одан кейін барып ол манағы өкінді, сосын күйеуім дұрыс болмай қалады ғой деп бір аяғансып осыған дейін. Немесе кез келген бір ұры дейді, өз-өзін дейді, өзі сондай сеніп кеткен дейді, ұсталып қалғанша ұрымын деп ойламайды дейді. Соған ет үйреніп кетеді дейді. Сондықтан да кез келген қателесуші қателескенін мойындағанға дейін ол қателесін деп ойламайды. Сондай парасат майданы деген бұл кітап негізі мен әрдайым ішін ашып оқып отырамын қайта-қайта. Кезіп қала береді. Кімсің, сен кімсің деген нәрселерге. Енді тағы бір айтатын нәрсем, негізі анау ауру деді ғой, оны ауруды түсіндіреді неден екен.
соны ойлаймын да, мысалы мен бала шағама әдейі олармен тілдесуге міндетті түрде осындай кітаптарды айтып беремін. Бұл кітапты айтпаймын, мен қалған кітаптарды айтып беремін. Неге? Баламның ойын білгім келеді. Анау қазақ айтады ғой, үндемегеннен үйде бәле шығады дейді. Негізі көп қылмыстар осы үндемеген адамдардан шығып кетеді. Неге? Себебі олар белгілі бір деңгейде бөлісе алмайды, ешкіммен бөлісе алмай қалады. Сосын олар қоғамды кінәлі санайды. Сосын алады да осындай істерге барып қояды. Енді бәрі демейміз, жалпы қазақ анау үндемеген үй бәле деген жаман нәрсе ғой. Үйдегі бәле шығады деп тұрғанның ар жағында осы нәрсе тұр. Сондықтан барынша балалар өсіріп отқан ұл-қыздарымызды әңгімелесуге, осындай кітаптарды немесе бір оқиғаларды айтып бергеннен кейінгі оның қайтарымда не ойлайды. Балаға сен мынау болмайды, мынау болады деген нәрсемен тәрбиелей алмайсың ғой. Оған бір оқиғалар айтасың, оқиғалар оған жатып қалады. Күндердің күнінде сол жасаған оқиғалардың ішіндегі ізгілікті өзі таңдап алады. Әлемде екі таңдау болса дейді, екі таңдау болса, соның ең үлкен таңдауы бірінші жаңа кім боламын дегені, мамандық дейміз ғой біз. Одан кейін жар. Осы екі таңдаудың дұрыс болуы үшін дейді, осы екі таңдаудың дұрыс болуы үшін осыған дейінгі көп таңдауларды баланың өзінің еркіне тастау керек дейді. Өзі жауапкершілік ала білу керек. Қателесе алатын мүмкіндігі бол. Қателесесің, мысалы, екі қаламның қайсысын аласың, өзің біл. Мен қызылын алам. Ала берсін. Жасылын ал, қалайда деп айтпайсың. Қызылын алсын. Мүмкін қате, бірақ сонда да алып өзінің қателігін түсінсін. Мынау қате болды. Жасылын алайын келесіде. Екінші рет жасамайды оны. Яғни арзан болған қателіктерді жасап үйрету дейді. Сол кезде барып үлкен қателік келген кезде оның таңдауы дұрысыраққа жақын болады. Дұрыс болады деген жоқ, дұрысыраққа жақын болады. Яғни ол қателесу азырақ болады. Себебі оның ол жауапкершілігін сезінген. Өткенде бір үлкен кісінің сөзі бар, сонда біз үйлендіреміз, үйленген кезде барлығын бағанағыдай үйлену неке дейтін нәрсені айтамыз да, бірақ оның ар жағындағы алынатын жауапкершілігін үйретпейміз дейді. Тек қана жай ғана анау үйленіп, мен де жасым келді үйленемін деген сияқты оймен кетеді болды. Оның ар жағында отбасы, оның ар жағында бүкіл жауапкершілігі, адам болып қалу дейтін нәрсе миына кіріп шықпайды. Мықты, әдемі. Өте керемет. Болды. Күшті, керемет. Тағы да.